Қыс айында ең бірінші болып өтіп кететін өтімді салат дайындаймыз. Бұл салатты әркім әрқалай дайындап жүр. Мен бүгін өзімнің тәсіліммен бөлсем, алдымен ет тартқыштан барлық ащы өнімді өткізіп аламыз. Артынан қызанақты өткіземіз. Барлық құрамды описание жазып қалдырамын. Үстінен тәтті болгар бұрышын салып 10 минут қайнатып аламыз. 10 минуттан соң үстіне қант, тұзын салып араластырамыз және ащы бұрыш пен чеснокты саламыз. Тағы 10 минут қайнатып болған соң қиярды салып бір араластырып алып, тағы 15 минуттай қайнатып аламыз. Міне қайнап шыққан бойы үстінен сұйық май құямыз және уксус құямыз. Уксусты 70%-дығын қолдандым. Жақсылап араластырып аламыз. Орта отта тағы да 20 минут қайнатамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болып қалды. Мінекей алдын ала барлық банкаларды дайындап алдық. Банкаға салып, бетін жауып, жақсылап тексеріп аламыз. Видеоны сақтап алыңыз және жасап көріңіз. Ас болсын.